Баршаңызға сәлем. Біз бүгін сіздермен дәл осындай вареньеден жасалатын пирог жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен керек заттарды дайындап аламыз. 2 жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Оның үстіне қантымызды салып, венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Оның үстіне біз қазір комнатаның температурада тұрған сары майымызды немесе маргаринімізді осылай үккіштен өткізіп аламыз. Бірден ыдысқа сала берсек болады. Енді осы массамызды венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Бір шай қасық разрыхителімізді ұнымызға араластырып, електен өткізіп, ыдысымызға салатын боламыз. Мен жалпы ұнның кішкене бөлігін алып қалуға тырысамын, себебі қамыр қатты қолға жабысып бара жатса, соны қосып, жақсылап илеп жіберуге жақсы көмектеседі. Бірінші осылай венчиктің көмегімен араластырып алдық. Ал енді дальше қолмен қамыр илейтін боламыз. Яғни бұл бізде песочный тесто болады. Міне біздің тестамыз дайын. Тестамызды сопақша тәріздес етіп жасап аламыз. Және де оны где-то бір 80-20% етіп кесіп аламыз. Неге кесіп аламыз? Себебі ол кішкене қамырдың бөлігі ол бетін әрлеуге кететін болады. Ал енді ыдысымызды жақсылап сары маймен немесе маргаринмен осылай жақсылап жағып шығатын боламыз, себебі пирогымыз жабысып қалуы мүмкін. Ал енді оқтаудың көмегімен дәл осылай етіп біркелкі етіп жайып аламыз. Майланған ыдысымызға үстіне осылай жайғастырып, қолымызбен дұрыстап барлық жерін біркелкі етіп жіберетін боламыз. Шетінде осылай жауып шығуға тырысыңыздар, сонда өте әдемі болып шығатын болады. Барлық жерін қамыры біркелкі болатындай етіп, қолымызбен дұрыстап шығамыз. Оның бетіне біз қазір варенье немесе джем пайдалансаңыздар болады. Мен үйдегі шабдалдан жасалған джемді пайдаландым. Осы қамырымыздың бетіне салып, біркелкі етіп шығарамыз. Біркелкі етіп барлық жеріне жағып шығамыз. Міне жағып шықтық. Енді жаңағы қамырымыздың кішкене бөлігін алып, онда оқтаудың көмегімен жұқалап жайып шығамыз. Енді өздеріңіздің үйлеріңізде ирек пышақ немесе қамыр кесетін болса, соның көмегімен осылай иректеп кессеңіздер болады. Егер ондай болмаған жағдайда, кәдімгі пышақтың көмегімен осылай ұзынша тәріздес етіп шығасыздар. Оны жаңағы қамырымыздың үстіне дәл осылай сетка ретінде қойып шығамыз. Бұл бізде жұмыртқа. Жұмыртқаның сарысын жағу не обязательно, бірақ қамырымыздың беті жылтырап шығу үшін жақсы көмектеседі. Мен осылай қамыр тұрған жердің барлық бөлігіне жағып шығатын боламын. Яғни пирогымыз жылтырап, әдемі болып шығатын болады. Осы кезде біздің пешіміз қызып тұрған болу керек, 180 градуста. Міне менің пирогым 180 градуста 30 минутта пісіп шықты. Өздеріңіздің пештеріңізге қарай көретін боласыздар. Енді осының бетіне мен сахарный пудра себетін боламын. Яғни қант ұнтағын. Осылай әдемі етіп сеп шығатын боламыз ситаның көмегімен. Міне біздің пирогымыз дәл осындай керемет болып шығады. Өте дәмді. Өздеріңіз үйде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Мені қолдап кетіңіздер.